Сәлем достар, сәлем баршаңызға. Бүгінгі таңда сіздерге таныстырып өтетін гүлім жаңа филодендрон гүлі, Purple Congo. Редке ұқсайды, қызылына. Неге өткені мына жақтарының барлығы осындай қызыл, жапырағының асты да осындай қызыл, және де осылай сарғайтып жапырағын ашады. Редте осындай тоже сарғайтып жапырағын ашады. Кейін осындай түстерге енетін болады. Предпоследний көріп тұрсыздар, жылтырап тұр, иә. И соңғысы осындай сары. Өсе келе бұлар жиегі қызыл, өстіп жиегі қызылданады, ұштары қызыл, стволдары қызылға енеді. Енді бұл гүлдің күтімі жалпы негізі атроскалап, филодендрон гүлдерін жалпы негізі үйге өсіріп, жақсы алып кетемін десеңіздер, онда атроскалап өсірген жақсы. Таңдаған кезде технически осындай бір-екі ұрылғандар болса ештен кетпейді. Самый главный жапырақтарының сау болуын, астыңғы жақтарын ешқандай зиянкес жұқпауын, одан кейін өте осындай кішкентай құмырада отырғанын, құмыраны ашып көру мүмкіндігі болса тамырын, және бұлардың тамыры осындай шырмауық сияқты сыртқа өсіп тұрғанын таңдаңыздар. Неге? Себебі бұндай сыртқа өсіп тұрғанын таңдайтын болсаңыздар, ондай таңдайтын болсаңыздар, қараңыздар, мынау тамыры уже мына жаққа сыймай жатыр, және де бұл сыртына бөлініп жатыр. Бұл дегеніміз тамырың жағдайын жақсы екен көрсетеді. Біріншіден, екіншіден жаңадан ашылып тұрған жапырағы бар ма, жоқ па, соны қадағалап көресіздер. Бұл гүлдің жалпы күтімі суды қатты жақсы көрмейді. Фикус мелани сияқты жапырақтары сондай қатты болады, эластичный болады, яғни сусылдақ болады. Сосын бірінен соң бірін жапырақтарын шығарады да, осылай жоғарылап, биіктеп, үлкен болып өсе береді. Сосын мынандай жанынан да шығару мүмкін. Сосын бұны қалай атроска алуға болады? Енді бұл өзі атроска ғой, үлкен қылып өскен кезде мынандай осындай тамырлары болады, мынандай қара-қара. Сосын тамырлары шыққан кезде ортасындағы сердцевинасын қиып алсаңыз, мына жан-жағындағы үлкен гүлі өсіп кете береді. Бұл бірінші алуы. Екіншіден, мына жандарынан тоже атроскалап шығады. Осы жерлерден, новыйдан отырғызғаннан кейін. Сосын мынау кокосты чипсы, кокосты брикет болады ғой, сондай топырақ және торфяной топырақта отыр. Сосын алған кезде өте тамыры су ішіп тұрғанын, сосын таңдаған кезде да магазиннен өте сәл ауырлауын таңдаңыздар. Неге? Және жапырақтарының пышный болып тұрғанын, өткені мына су ішіп тұрған сіздің үйіңізге, жол ортада үйіңізге жеткенше стресс алмайды деген сөз, двойной, қатты. Сол кезде оңай көтереді. Сосын филодендронды осындай құмырада, кішкентай ғана құмырада алатын болсаңыздар, міне, алақанымен салыстырып көрсететін болсам, міне. Сонда сіздер екі есе осындай жетілік, мына бір кішкентай 0,2 ма, сондай ғой. Енді қараңыздар, 0,3 даже, 0,3. Құмыраның мөлшері да енді мынау 0,7. Осындай 3D эффекті беретін. Қазір заказдарымның барлығын осындайға жіберіп жатырмын. Енді өздері таңдайды әрине, құмыраның ақшасын өздері төлейтін болса, осындай заказбен жіберіп жатырмын. 3D эффектіден ішін алынып салынатын осындай тесігі бар. Қосымша 5-6 тесік тесіп алсаңыздар болады. Осындай 0,7-лік кішкентай ғана құмыраға отырғызасыздар және ішіне салып көресіздер. Мынау мысалы құмырасымен алып тастап сала берейік. Сол кезде осындай ғана мөлшер болады. Міне, мына жақтан да қалатыны, мына жақтан да мына барлық жағынан қалатыны осылай болады. Және де бұның түртудің қажеті жоқ, енді төбе жағынан өстіп, ескілердің төбесіне төмен қарай түріп сайын десеңіздер болады, өстіп. Отырғызылуын көрсетем. Қазір отырғызып болғаннан кейін сіздерге видеоның соңына дейін қараңыздар, күтімін айтатын боламын сіздерге. Нені, жоғары жақта тамыры онша жоқ жағын өстіп түріпсаңыздар. Міне осылай, өзінің құмырасына түре беріңіздер. Және де бізге керек, міне, бұлар Голландиядан міне осылай стаканда келеді. Мына жан-жағында торфяной стаканның барлығында қаптап өсіп тұр. Енді тамыры жақсы болғаннан кейін торфяной стаканды алмай-ақ қояқ, өткен тревога жасап қоямыз. Мына астындағы тамырының өзін ашайын десе ашылмайды. Кішкене түртіп өстіп қоясыздар. Болды, өткені қатты тревога алатын болса, жапырақтардың барлығында әжім түсіп, арғай адаптацияланмай кетеді. Бізге міндетті түрде 7 компонент құм керек, топырақ. Оны сіздерге каналымда бар, дайындап көрсеткем. Видеоның соңында қалдырып өтем, посылкадан көрсеңіздер болады. Және де мынандай кокос типсы мен брикет 2 в 1 қосылған. Қазіргі таңда осындай брикет шығып жатыр. Заказ берем десеңіздер, пожалуйста, новыйдан шығып жатыр. Осыны суға жібітіп аласыздар. Және осыны қосатын боламыз. Бұл қосымша рыхлый қылып
және де минеральный болып сақталып тұру үшін кокос брикет пен чипсы. Сосын фенастекло қосып жатырмын топырақтың құрамына. Енді мен видеомда фенастекломен бұл 2 в 1 нәрсені қосып көрсетпегеннен кейін қазір сіздерге дайындалуымен өстіп көрсетіп жатырмын. Осылай. И осының үстіне міне 7 компонентті топырақты осылай қосып, бұда да кокос брикет чипсы міне көріп тұрсыздар, ақ фенастекло. Осына фенастеклоны заказ беріп бастап жатыр барлығы. Өстіп фенастекломен заказ етіп, осындай топыраққа жасап алып, осындай жеңіл топырақ жасау керек. Өйткені өзі де сондай топырақта отырғаннан кейін, қандай топырақта отыр, редкий сорт, қымбат жүретін гүлдердің барлығына қымбат условия жасаңыздар. Яғни топырағы бар, құмырасы бар. Өйткені егер алдағы уақытта гүлдеріңіз өліп қалмаған қаласаңыздар, жақсы болып тұруын қаласаңыздар, онда пожалуйста соны таңдап көріп алыңыздар. Одан кейін мына жерде аз қантай ғана қосқан болатынмын. Диатомитін бітіп қалып, сосын диатомитті заказ беріп жатқан кісілер бұрын 1 литрдан беретін барлығы. Қазір мынандай үлкен 3 литрлік шықты. Осыны сразу берсеңіздер болады. Диатомит тез таусылып қалады, яғни заказ беріп жатқандар. Складта бұрын жоқ еді, қазір 3 литр, 10 литр, 5 литр деген бар. Сондықтан үлкен сразу заказ берем дегендер WhatsApp номер қалдырып өткен, шығып бағасын біле берсеңіздер болады. Міне осыған қазір 1 уыс қана диатомит қосам. Қараңыздар, 1 уыс қана диатомит қостық. 1 уыс болғанда қатты уысыңыз толтырмай қоссаңыз болады. Енді диатомитті не үшін қосымша қосып жатырмын? Просто алдында енді аз-маз болып қалды. Кокос чипсы мен брикетті көптеу қосып жатқаннан кейін қосып жатырмын. Бұл минералды, дополнительно витамин беріп тұрады. Қосымша бұл вулканический. Осындай фракциядағын алыңыздар. Өте мелкейін алудың қажеті жоқ, өтірген ұнтатылып, тамырға қатты мөлшерде бөлініп кетеді. Осындай средний фракциясын алып қосыңыздар. Міне, көздеріңізше жақсы, рыхлый, әдемі топырақ шықты. Енді осыны отырғызып бастаймыз. Жаңа айттық, 1 слой топырақты саламыз. Топырағымыз уже 30-40% ылғалдылық ұстап тұр. Сондықтан, мына өзі келген кезде маған ылғалды болып келді. Міне, отырғызып көреміз және бақылаймыз. Отырғызып көрген кезде, міне, құмыра қатты үлкен емес. 2 есе үлкен құмыраны таңдадық, жан-жағына толтырып, тағы да 1 слой салып жіберейін. Өйткені бұл астына тамырын тез беріп өседі. И үстіне осылай жан-жағына жай-жайлап топырақтарын толтырамыз. Сосын воздушный болып тұрған тамырларын желательно астына қарай жіберуге тырысыңыздар. Өйткені ол астына тартылып өскені жақсы. Перевалка метод дегеніміз осы. Яғни ешқандай гүлді тревога қылмастан, өте бір қатты мұжғылап, созғылап, тамырын ашып, енді өзіңізге сенімсіз болсаңыздар, көбінде енді гүл өсіріп бастап, енді қызығып, сондай бір коллекционерларға қызығып, жақсы гүлдерге қызығып бастап жатқан кісілердің барлығын айтам, перевалка методын отырғызыңыздар. Конечно, бірақ иногда перевалка метод жарай бермейді көбінде бәріне. Өйткені ол жерде кейде торфяной стаканды алуға тура келетін болады. Сондықтан гүлдің жағдайына қарай қараңыздар. Өздеріңіздің условияларыңызды қараңыздар, қалай сіздер жағдай жасай аласыздар. Міне бар болғаны осы. Енді қазір бұны стресстен шығару үшін легкая пересадка деген және де сіздерге көрсетем. Барлығы уже енді жаздың 2-ші айы, жаз бойы беретін витамин бар, күз бойы беретін витамин бар, 30 мл капля жизненің барлығы заказ етіп жатыр. Енді қазіргі таңда экспресс восстановление, сосын легкая пересадка. Осы екеуін араластырып 1 литр суға, негізі мынадан 1 литр суға 3 мл. Мынадан 1 литр суға 3 мл. 1 литр суға 6 мл 2 түрлі витаминді қосып, осындай гүлдің ешқандай стресс алмауын қадағалаймыз. Сосын, міне мына жапырақтарының кірі болғанын ватный дискпен, баньомен сүртіп алсаңыздар болады. Бұл осымен отырғызылуы, жалпы таңдалуы магазиннен келгенде қандай сразу витамин беретініңіз, әдемі алып кететінін барлығын айттым, енді күтімі. 1 литр су, дезидкі, 1 литр. Мен тұндырып қоям алдына суды. Және де менде ашылған легкая пересадка бар. Содан аппақ осындай түсті болады. 3 мл жететіндей суырып алам да, міне 5 мл. Мен өзім удобны болғаннан кейін осы 5 мл шприцпен қолданам.
3 мл легкая пересадканы тартып аласыздар. 2 тарттым. Тағы біреуі тартам. Сосын экспресс восстановление ол сіздің гүліңіздің отырғызғаннан кейін қалыпқа келуіне көмектеседі. Және екеуін біріктіретін болсаңыз, вообще күшті эффект береді міне. Өстіп дайындайсыздар. Үлкен флакондағын уже өзіме алып бастаймын міне. Тоже прозрачный келеді. 3 мл бұдан да экспресс восстановление аламыз. Міне 3 мл тартамыз. Ровно алыппын. Құямыз. Осы екі витаминді дайындап қоясыздар. Егер сіздерде отырғызатын гүл көп болса, осындай 1,5 мл тартып аласыздар. Егер 0,5-қа дайындайтын болсаңыздар, егер гүлдеріңіз көп болмаса, көп дайындаудың қажеті жоқ. Свежий дайындап қолдана бересіздер. Міне осылай араластырып аласыздар да, гүлді, пожалуйста, құя бересіздер. Сосын аккуратно құямыз. Мына жерде шайка тұрған стволына құймаймыз. Мына 40% ылғал болып қой, сол үшін 100-200 мл ғана суды құямыз болды. Деген аптекада сатылады, осындай груша алып алыңыздар. Өте удобный дүние. Өткені кішкентай көлемді гүлдерді міне кішкентай 100 мл ғана. Шайкасына тегізбей жиек-жиегіне. Міне ылғал тез сіңіп кетіп жатыр, өткені өзі ылғалды топырақ. Міне бір 50 мл алдық. Енді тоже бір 50 мл алып, жиегіне айналдырып, өстіп құйып шығасыздар, болды. Болды. Ендігі гүл су сұраған кезде, шөлдеген кезде полноценное питание, сосын тоже экспресс восстановлениені қосып жүрсеңіздер болады. Осы екеуін біріктіріп берсеңіздер болады. Одан кейін витамин бермейсіздер, құр су бере берсеңіздер болады. Ал енді гүлдің бірыңғай өсуі тез керек десеңіздер, постоянно полноценный питаниені беріп отырсаңыздар болады. Топырақ құрғаған кезде кәдімгі тұндырылған су, бір шөлдеген кезде полноценный питание. Тағы да бір айтылып кететін жағдай, жапырақтарын сүртіңіздер дедім ғой, осындай ватный диск алып алыңыздар, қатты қымбат тұрмайды. Міндетті түрде гүл өсіретін кісілер де болады. Сосын осындай пульверизаторда баню дайындап қоямын мен. Міндетті түрде крепкий қылып дайындап қоямын. Сүртетін болсам жапырақтарын, себетін болсам, уже менде қазір гүлдер бейімделгеннен кейін крепкий дайындап қоямын. Кейде банюның колпачогынан, кейде колпачогынан сразу алып дайындай беремін. Бұл неден қорғайды? Бұл сіздердің гүлдеріңізді зиянкестен қорғайды. Банюның қандай болатынын білгілеріңіз келсе, жазыңыздар комментарийға. Айтам, WhatsApp-қа шығыңыздар, көрсетем. Енді қазір көрсетуге менде флаконы жоқ болып тұр, менде бітіп тұр. Сіздерге не айтайын дедім? Бұл банюның иісі крепкий фиолетовый алыңыздар. Сосын міне мына кірді көрдіңіздер ме? Мынау кір. Және де сіздерге айтам, сүртетін кезде банюға су араластырып істемей қойыңыздар. Сразу флаконнан өйстіп колпачогына құйып алып, мөлшерде алып, қандай гүл алмаңыз, жапырақтарын, стволына, барлығын бірінші жапырақтарын сүртіп аласыз, өзін ғана, банюның өзімен. Бұл біріншіден. Екіншіден, мынандай пульверизатормен алып, осының ішіне банюны құясыздар, міне осылай көпірет өзі, табиғи, бұл химикат мылы емес, өзі осылай көпірет, иіс болады резкий. Осыны бір колпачокты 1 литр суға дайындап, құйып себесіздер. Ол қалған мына жерінде сүртілмейтін стволдарының барлығын қорғайды. Өстіп керемет гүлге условия жасасаңыздар, гүлдеріңіздің барлығы өсіп кетеді, әдемі өнеді, ешқандай проблема болмайды Аллахтың қалауымен. Тек қана осындай күтім ғана керек. Внимание емес, күтім керек. Жақсы күтім, жақсы таңдалған құмыра, топырақ, жақсы күтім. Және суаруын дұрыс істесеңіздер болды. Енді күтіміне келетін болсақ, переливті ұнатпайды. Ол не деген сөз? Артық суармаймыз, өтініш. Шылқылдатып, бір аптада 2 рет суармаймыз. Қанша кішкентай құмыра болғанымен де, тез шөлдейтін болса, егер тез шөлдейді, тамыры жаңа тұнып тұрды ғой, күшті осындай әдемі тамырмен алсаңыздар, аптасына 1 рет суарасыздар. Егер сіздер бұны батыс жақтағы терезеге қойған болсаңыздар, шығыс жақтағы күн шығатын, түске дейін күн шығатын терезенің алдына қойсаңыздар, онда жапырақтарын күніге ылғалдандырып тұру керек болады.
біріншіден. Екіншіден, ылғалдандырғаннан кейін почвасын 30-40% жаңа отырғыздық қой ылғалды топыраққа, сондай топырақ ылғалды болып тұру керек. Душқа шомылдыра берсеңіздер болады, су себе берсеңіздер болады. Және де осындай су сеуіп душқа шомылдырған кезде мына жақтарын қадағалаңыздар. Қатты ылғалды суды шылқылдатып мына жаққа кетіп қалып, шіріп кетпесін, өткен шайкасынан кетіп қалады. Барлық күтімі осы. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар. Менен экземплярный жақсы гүлдердің нәтижесін күтіп отырыңыздар. Және тура осындай заказ берем десеңіздер WhatsApp номерге шығыңыздар.